Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте оңай 3 минутта дайын болатын лаваштан жасалатын пиццаны және таңғы астың рецептімен бөлісемін. Таңғы асты жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шықты. Видеомызды соңына дейін көріп, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Бірінші конвертик дайындаймыз. Мен ішіне қияр, колбаса, піскен картоп және сыр қостым. Сіздер қалауларыңызша салмасын өзгертіп жасаңыздар болады. Бірінші лавашта осылай жарты бөлігін кесеміз. Кетчуп майонез жағып шығып, салмамызды видеодағыдай орналастырамыз. Сіздер салмасына піскен ет, тұздалған қияр және тағы басқа заттарды салсаңыздар болады. Орналастырып болған соң лавашты осылай видеодағыдай ораймыз. Қызып тұрған құрғақ табаға салып, бетін жауып, бір беті қызарғанша ұстаймыз. Екінші бетіне аударып, ол бетінде пісіреміз. Осымен конвертик дайын, қытырлақ дайын болып шықты. Таңғы асқа жасап көріңіздер. Келесі пиццаның ең оңай дайын болатын түрін дайындаймыз. Лавашқа теркадан өткен сырды сеуіп, үстіне екінші лавашты жабамыз. Кетчуп майонез жағып, колбаса мен тұздалған қиярымды қойып шықтым. Үстіне сыр сеуіп, қызып тұрған құрғақ табаға салып, бетін жауып, арасындағы сыры ерігенше ұстаймыз. Пиццамыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, видеомды лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.